Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Ушинский атындағы орта мектептің биология пәнінің мұғалімі Катырина Ушакова Шакеновна боламын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қанның құрамы мен қызметі, қан түйіршіктері, эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер. Оқу мақсатымыз қанның құрамы мен қызметін сипаттау. Енді балалар, осы тақырып бойынша сендермен пиза тапсырмаларын орындаймыз. Сендерге бірінші тапсырма бойынша қан жасушалары берілген. Осы қан жасушаларын сәйкес әріптермен сәйкестендіреміз. Екінші тапсырма. Сендерге безгек паразиті туралы мәлімет берілген. Осы мәліметтер оқи отырып, келесі сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап береміз. Бірінші мәліметімен танысамыз, мұқият оқып, мәліметінің мазмұнына көңіл бөлеміз. Безгек бұл инфекциялық қан ауруы, ол адамды қалтыратып, алас тұрғызады. Бұл безгекпен ауыратын адамның қанынан безгек паразиттер қорғалатын шыбын шіркейлер, маса соналар инфекциясын түсіреді. Бірнеше мәрте қайталанатын ауру түрі. Көбінесе безгек масасының шағуынан жұғады. 5 ғасырдан бері белгілі балшық маңындағы тропикалық және субтропикалық аумақтарда кеңінен таралған. Паразиттің қауіптілігі 20 ғасырдың басында анықталды. Жыл сайын әлемде дәл осы ауруға 250 миллион адам шалдығып, оның 2 миллионы қайтыс болады. Безгек басқа паразит түрлеріне қарағанда ауырлау, себебі оны соңы өлімге әкеледі. Бұлар қанды қызыл жасуша ішінде тез тарайды. Кейін адам 4 сағатқа дейін жуып тітіркеніп, қызуы 40 градусқа дейін көтеріледі. Басы қатты ауырады. Безгекпен күресудің бірнеше жолы бар. Сол үшін масаларды жою керек. Сұрақ: адам бұл мәліметті оқып былай ойланады: безгек халықтың денсаулығына қауіп-қатер болып табылады? Өз жауаптарыңды негіздеу үшін мәліметті қолданыңыздар. Сұраққа иә немесе жоқ деп жауап беріңіздер. Келесі тапсырма. Безгек қандай қан жасушаларында тез таралады? Мәліметінде келтірілген. Сол мәліметті пайдалана отырып, сұрақтарға жауап береміз. А. Лейкоциттерде, В. Эритроциттерде, С. Қан жасушаларында, Д. Тромбоциттерде. Келесі тапсырма. Біздің Қазақстанда масалар жыл мезгілінде көп болады. Адамдарды масалар шаққанда неге осы ауру бізде тіркелмейді? Өз жауаптарын негіздеу үшін мәліметті қолданыңыздар. Келесі тапсырма. Безгек ауруы адамнан адамға қалай жұғады? Және оның алдын алу шаралары қандай? Өздеріңді жауаптарында негіздеңіздер. Келесі тапсырма. Безгек паразиті қан тұрғыннан басқа ауру туғызатын қарапайым туралы әңгіме. Яғни біз безгек паразитімен ғана таныстық, енді сендер қандай тағы да қарапайымдылар туралы, ауру туғызатын қарапайымдар туралы білесіңдер. Өз жауаптарыңды мәліметтің түрінде сипаттап жазыңдар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ тыңдағандарыңызға назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.